Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып білім алушылары. Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 17 мен 5-тің көбейтіндісі, 84 пен 4-тің бөліндісі түріндегі кестеден тыс көбейту және бөлу. Бүгінгі сабақ мақсаты сіздер кестеден тыс ауызша көбейту және бөлу амалдарын орындауды үйренесіздер. Олай болса, оқулықтарымызды ашып, 12-ші, 13-ші бетті ашып, дәптерімізге бүгінгі ай күнді жазайық. 12-ші қаңтар сынып жұмысы. Балалар, номер 1 тапсырмаға назар аударайық. 17 мен 5-тің көбейтіндісін оңай түрде қалай ауызша есептеуге болады? Қазір мен сіздерге түсіндіремін, мұқият тыңдаңыздар. 17 санын біз 5-ке көбейткенде қиналамыз. Сондықтан да 17 санын 10 мен 7-нің қосындысы түрінде аламыз. Яғни 10 мен 7-нің қосындысын бір жақшаға шығарып, одан кейін 5-ті көбейтеміз. Сосын әрбір санды, әрбір қосылғышты жеке-жеке 5-ке көбейтіп шығамыз. 10 мен 5-ті көбейтеміз, сосын 7 мен 5-ті көбейтеміз. Екеуінен шыққан санды қосамыз. Яғни 10 мен 5-тің көбейтіндісі 50-ге тең, 7 мен 5-тің көбейтіндісі 35-ге тең. 50 мен 35-тің қосындысы 85-ге тең. Дәл осылай бөлу амалын да орындауға болады. 84 пен 4-тің бөліндісін оңай түрде қалай бөлеміз? 84 санын 80 мен 4-тің қосындысы түрінде алайық. Ең алдымен 80-ді 4-ке бөлеміз, сосын 4-ті 4-ке бөлеміз. 80 мен 4-тің бөліндісі 20-ға тең, 4 пен 4-тің бөліндісі 1-ге тең. Біз білеміз, санды санға бөлгенде 1 шығатынын. Енді 20 мен 1-ді қосқанда 21 шығады. Оңай тәсілмен номер 3-ші тапсырманы орындай қойыңыздар. Келесі номер 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Амалдардың орындалу ретін анықта және есепте. Біріншісін мен шығарып көрсетейін, қалғандарын өздеріңіз шығарыңыздар. 450 мен 5-тің бөліндісін 720 мен 90-ның бөліндісіне қос. Бұнда сіздер ең алдымен санды өрнекті көшіріп аласыздар дәптерге. Үстіне амалдардың орындалу ретін көрсетесіздер. Қай амал бірінші орындалады, қай амал екінші және үшінші. Біздің жағдайда 450 мен 5-тің бөліндісі бірінші амал, 720 мен 90-ның бөліндісі екінші амал, және екеуінен шыққан санның қосындысы үшінші амал. Өйткені біз санды өрнектерде көбейту мен бөлу амалын бірінші орындаймыз, содан кейін қосу мен азайту орындалады. Бұл жағдайда бізде көбейту жоқ, бөлу амалы рет-ретімен бірінші екінші амал болып орындалады. 450 мен 5-тің бөліндісі 90-ға тең, 720 мен 90-ның бөліндісі 8-ге тең. Екеуінен шыққан сан 90 мен 8-дің қосындысы 98-ге тең. Міне балалар, осы үлгі бойынша дәптерге шығарып көрсетесіздер. Амалдардың орындалу ретін міндетті түрде үстіне цифрлармен жазып қойыңыздар. Келесі номер 6-шы тапсырмаға көшейік. 13-ші бетте бірінші бағандағы мысалдардың есептеу тәсілін түсіндір, осы білімін пайдаланып, екінші бағандағы мысалдарды қалай есептеуге болады. Біріншісінде қараңыздар, 200 бен 4-тің қосындысын 2-ге көбейт. Бұнда әрбір қосылғышты жеке-жеке 2-ге көбейтіп шығамыз. 200 бен 2-ні көбейтеміз, одан шыққан санды 4 бен 2-нің көбейтіндісіне қосамыз. Сонда 200 бен 2-нің көбейтіндісі 400-ге тең, 4 бен 2-нің көбейтіндісі 8-ге тең. 400 бен 8-ді қосқанда бізде 408 шығады. Дәл осыған қарай отырып, қалған санды өрнектердің мәнін таба қойыңыздар. Үй жұмысына номер 7-нің б-сын аласыздар. Бүгінгі сабағымыздың түсінбегендеріңізді WhatsApp желісі арқылы қазір мен сіздерге опрос жіберемін. Сол сілтемемен өтіп, өздеріңіздің кері байланыстарыңызды маған көрсете қойыңыздар. Егер одан түсінбесеңіздер, маған жекеме жазып, тапсырмаларды, қай тапсырманы түсінбегендеріңізді менен сұраңыздар, мен сіздерге қайтадан түсіндіріп беремін.
Тапсырмаларды орындап, маған жекеме жұмыстарыңызды жібере қойыңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.